Абылай хан 1771-1781 жылдар аралығында билік құрып, қазақ хандығын әскери қуатты мемлекетке айналдырды. 1752-1753 жылдары бірталай қазақ жерін жоңғардан азат етті. 1757 жылы 6000 сарбазбен Қытайдың 40.000 әскерімен шайқасып, оларды бітім сұрауға мәжбүрледі. Жетісуды шапқан қырғыздарға жорық жасап, қазіргі қазақ-қырғыз шекарасын белгіледі. 1765-1767 жылдары Қоқаннан Түркістан, Сайрам, Шымкент қаласын қайтарды. Ташкент алым төлеп тұратын болды. Жоңғардан азат етілген шығыстағы жерлерге қазақ ауылдарын қоныстандырды. Ресей мен Қытайдың өзара қайшылықтарын қазақ хандығы мүддесіне тиімді пайдаланды. Ресейден қол үзген жоқ, бірақ губернаторларға бас иген емес. Пугачев соғысы кезінде 3000 әскермен Қасірет белдеуі бойындағы орыс бекіністерін шапты. Кемеңгер хандығымен қатар дарынды күйшілігімен де белгілі болған Абылай 1781 жылы Арыс өзені жағасында қайтыс болып, Түркістан қаласы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің ішінде қабірхана мен Ақсарай арасындағы дәлізде жерленді.